Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ, өте дәмді және жасалу жолы өте оңай, үйдегі бар заттармен жасалатын кекстарды дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз сары майымызды жақсылап ерітіп аламыз. Міндетті түрде 82% сары майды қолданыңыздар, маргаринді қолданбауға тырысыңыздар. Майымызды ерітіп болғаннан кейін үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен осылай видеодағыдай жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз кішкене еріп, маймен араласқаннан кейін үстінен жұмыртқамызды саламыз, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді біз құрғақ заттарды біріктіретін боламыз. Ол үшін електен өткен ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, осылай ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Ыдыстың ішінде араластырып болғаннан кейін сұйық массаның үстіне салып, венчиктің көмегімен тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Бізде міне осындай масса шығады. Енді ең соңында 1 қасық қаймағымызды салып, тағы да араластырамыз. Қаймақ кез келген проценттік қаймақ бола береді. Осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Егер сіз қаласаңыз, мен секілді қазір түрлі красительдерді қосып, кекстарды түрлі түстерге боясаңыз болады. Егер сізде ондай красительдер болмайтын болса, бояғыштар, онда жай ғана осы сары түсте етіп кекстарды пісіріп шықсаңыз болады. Мен осылай әр түске бояу үшін 3 ас қасықтан салып алып, қазір бояғыштарды қосып, светтерін шығаратын боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіз. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің арнама тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта тағы да пайдалы, оңай, қолжетімді рецепттерді шығаратын боламын. Осылай бірінші ыдысқа жасыл, екінші ыдысыма сары түсті және үшіншісіне қызыл түсті бояғыштарды қосып, түрлі түсті әдемі кекстарды пісіретін боламыз. Енді осындай арнайы сатылатын қағаздарымызды
алып, кекстарымыздың формасына орналастырып, үстінен қамырларды құйып шығатын боламыз. Әр кексімізға 2-3 шай қасықтан салып шығамыз. Егер үлкен қасықпен салатын болсаңыздар, 1 ас қасықтан салсаңыздар болады. Көп құймаймыз, 3/1 бөлігінде құямыз, себебі қазір кекстар пісу барысында көтерілетін болады. Бірінші осылай жасыл түсті кекстарды салып шықтым. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай кезектесіп жасыл, қызыл, сары және соңғы қамырдың өзін құйып шығатын боламыз. Және арасына жаңғақты немесе түрлі пісірілген жемістерді салсаңыздар болады. Мен үстінен мүйіздерді орналастырып шығамын. Әркімнің өзінің қалауы бойынша жемістерді салса болады. Егер ондай жеміс салғыңыз келмесе, кекстің жай ғана өзін пісіріп алсаңыз да дәмді болып шығады. Міндетті түрде пешімізді қыздырып қоямыз. Алдын ала 10 минут бұрын 180 градуста пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай кекстарымыз пісіп шықты, әдемі болып көтерілді. Пісіп арасының піспегенін осындай таяқшаның көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Егер таяқшамыз осылай құрғақ шықса, демек біздің кекстеріміз пісті деген сөз. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған мен әдемі, менімен бірге болып мені қолдағандарыңызға рахмет. Келесі менің видеоларымда кездескенше аман сау болыңыздар. Тек жақсы күндерде жолығайық.